Бүгінгі сабақтың тақырыбы бейсенбіде тауға шығамын. Сабақтың мақсаты тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау. Есте сақта айдары бойынша бүгінгі қолданылатын жаңа сөздер. Апта, бүгін, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Апта, неделя. Бүгін, сегодня. Дүйсенбі, понедельник. Сейсенбі, вторник. Сәрсенбі, среда. Бейсенбі, четверг. Жұма, пятница. Сенбі, суббота. Жексенбі, воскресенье. Ал балалар, қазіргі тапсырма бойынша апта күндерін ретімен есте сақтап үйренеміз. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. 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 Өте жақсы балалар. Өздерің қайталап айтыңдар. Балалар, апта күндерін ретімен бірінші қай күн? Екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші күндерді ретімен дәптерге жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Буындарды сөздермен сәйкестендіру керек. Көп нүктенің орнына қажетті буындарды жалғаймыз. Бірінші күннен бастаймыз. Жарайсыңдар балалар. Бірінші қандай сөз? Дүйсенбі. Өте жақсы. Екінші. Сейсенбі. Жарайсыңдар. Үшінші. Сәрсенбі. Төртінші күн. Бейсенбі. Жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы, керемет. Келесі тапсырмада екі баған берілген. Бірінші бағанда қазақша жазылған қазақ тілінде, екінші бағанда орыс тілінде жазылған. Балалар, сөздерді дұрыс жауаптарымен сәйкестендіреміз.
сейсенбі, дүйсенбі, бейсенбі, сәрсенбі, жексенбі, жұма, сенбі. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы орындадыңдар. Келесі тапсырма алдарыңда мәтін беріледі. Мәтінді оқы, есте сақта. Мәтін бойынша келесі тапсырмаларды орындайсыздар. Аптада 7 күн бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі апта күндері. Дүйсенбі аптаның басы. Сейсенбіде досыма барамын. Сәрсенбіде мультфильм көремін. Бейсенбіде тауға шығамын. Жұмада кеме құрастырамын. Сенбіде саябаққа барамын. Жексенбіде достарыммен ойнаймын. Өте жақсы балалар. Өздерің қайта оқып, естеріңде сақтаңдар. Балалар, келесі тапсырмада сіздерге көмек ретінде беріледі. Мұқият тыңдаймыз. Бір аптада 7 күн бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі аптаның басы. Басы – это начало. Өте жақсы. Дүйсенбі аптаның басы. Жарайсыңдар балалар. Сейсенбіде мен досыма барамын. Сәрсенбіде мультфильм көремін. Балалар, зейін қойып тыңдаймыз, есімізде сақтаймыз. Бейсенбіде тауға шығамын. Жұма күні кеме құрастырамын. Сенбіде саябаққа барамын. Жексенбіде достарыммен ойнаймын. Ал балалар, есте сақтадыңдар ма? Өте жақсы. Алдарыңызда семантикалық карта беріледі. Мәтін бойынша жұмысты тексереміз. Қай жауап дұрыс болса, қосу белгісімен белгілейсіздер. Аптада күн бар. Саябаққа барамын. Қай күні саябаққа барасың? Сейсенбіде досыма, бейсенбіде шығамын.